Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеомда мен сіздермен сансеверия гүлінің күтімі жайлы айта кетейін. Қазіргі таңда бұл гүлдің есімін ененің тілі немесе жыланның тілі деп аталып кеткен. Одан бөлек пайғамбардың қылышы деп те атайды. Үй жағдайына көнбес сансеверия атауымен аталатын әдемі гүлдің күтімі жайлы айтамыз. Бұл ерекше гүл халық арасында ененің тілі немесе жыланның тілі деп атауларынан кең танылған. Бұл гүлдің сансеверия деп атауы Раймондо ди Сангро 1710-1771 жылы Сан-Северо князьяның құрметіне берілген. Оның 50-ге тарта түрі бар. Гүлдің негізгі отаны Азия және Африкадағы Конго өзенінің жағасы, ал Европада 18 ғасырдан бері өсіріледі. Сансеверия тамырдан тіке өсетін ұзын тікенді жапырақтары бар, мәңгі жасыл болып өсетін гүл. Қою жасыл түсті жапырақтарына жарқын түсті жолақтары түріне қарай болады. Жапырағының ұзындығы 1 метрге дейін жетеді. Сансеверияны үйге ерекше әсемдік беру мақсатында қолданады. Гүлді көбіне көгалданған пәтерлер мен кеңселерге қояды. Жарықтың жеткілікті мөлшерде жеткенде ененің тілі бөлме жағдайында гүлдей береді. Ерекше гүл көктемнің жайма шуақ күндерінде жапырақтарында пайда болады. Гүлдері кішкентай ақ ванильдің иісін еске салатын жағымды хош иіс шығарады. Бірақ гүлдеген соң оған қайта жапырақ шықпайды. Сансеверия гүлі ауадағы барша зиянды бактерияларды өзіне тартып тазалайды. Әрі адамның иммунитетін арттыратын қасиетке ие. Бұл гүлді негізінен балалар бөлмесіне қойған жөн. Алайда ескеретін жайт сансеверияның кейбір түрлері өзінен адамға зиянды шырынды бөліп шығарады. Ал бұл адамды тітіркендіріп, басы айналып, құсқысы келеді. Сондықтан балалар әлі кішкентай болса, олардың қолы жетпейтін жерге қойған дұрыс. Және бұл гүлді жатын бөлмеге қоюға болмайды, себебі ерлі-зайыптылардың арасында ұрыс салуы мүмкін. Сансеверия гүлінің күтімі. Бұл гүлдің жағдайын жасау қиын емес. Көнбес гүл құрғақ топырақта да өсе береді. Аса бір ерекше күтімі жоқ. Гүл өсіруді енді бастап жатқан адамдарға арналған десек те болады. Бірақ ескеретін жайт, гүлді бір жерден екінші жерге ауыстыруға болмайды. Ондан кейін өте абай болу керек. Жарықтандыру. Гүлдің өсуінде жарық басты рөл ойнамайды. Қараңғыда да, жарықта да бір қалыпты өсе береді. Гүлдің түрлі түсті түрі көлеңкеде өзінің жарқын түсін жоғалтуы мүмкін. Жазда сансеверия гүлін сыртқа шығарып қойса болады, тек жаңбырдың тиюінен сақтау қажет. Температура. Бұл гүл температураға аса бір мұқтаж емес. Жаздың күні 18-25 градус, ал қыста 14-16 градус болса жеткілікті. Бірақ 10 градустан төмен болмаған жөн. Төменгі температурада гүлдің өсуі баяулап, тіпті өліп қалуы да мүмкін. Ауа ылғалдылығы. Сансеверия пәтердегі құрғақ ауада да өмір сүруге шыдайды. Жапырағындағы шаңдарды жылы сумен сүртіп тұрған дұрыс. Суару бір қалыпты болған дұрыс. Топырағы құрғаған соң жазда аптасынан 1 рет, ал қыста айына 1 рет суару жеткілікті. Тек суару кезінде суды өзегіне құюдан абай болыңыз, өйткені гүл шіріп кетуі мүмкін. Тыңайтқыш. Жазда айына 1 рет кактусқа арналған тыңайтқыштың жарты дозасы беріледі. Қайта отырғызу. Сансеверия гүлі үшін
аса биік емес кең құмыра қажет, өйткені оның тамыры ені бойынша өседі. Тамырлары бетіне шыға бастаған кезде барып оны басқа ыдысқа көшіру қажет. Білу маңызды, өзге ыдысқа отырғызатын кезде үстіңгі жағы мен түбін шатастырып алмау қажет. Түпкі жағын үстіне қаратып отырғызуға болмайды. Ондай кезде біз гүлімізден айырылып қаламыз. Назарларыңызға рахмет. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.